Саламатсыздар ма, оқушылар? Енді біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды деген тақырыпты өтеміз. Дәптерлеріңізді ашып жазып алыңыздар. Параграф 30-шы 140-шы бетте жазып ала қоямыз. Оқулықта олда негізгі ұғымдар деген бар, соны жазып аламайымыздар. Ғылыми революция, ғарыш әлемі, ғылыми көзқарастар мен жаңалықтар. Жақсы, жазып болсақ, енді бүгінгі өтетін тақырыбымызды болды. Жалпы мақсатына тоқталатын болса, бұл мақсаты адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру. Енді жалпы оның алдында біз өткен тақырыптарда географиялық ашылулар туралы өттік. Географиялық ашылулардың нәтижесінде көптеген жаңағы адамдар неге теңіздерге шықты, саяхатшылар сол жерлерге барып, сол жаңадан жерлер ашты. Әсіресе Христофор Колумб, Васко де Гама, осылар енді жаңа жер ашқаннан кейін 17-ші ғасырдың өзінде де қаншама жаңа жер ашу үшін теңіздерден келесі бір теңіз арқылы мемлекеттерге өту керек болды. Қаншама қиындықтарды бастарынан кешіретін болды. Сондай қиындықтарға қарамастан адамдар ешқандай қорықпастан да алдағы жаңағы болатын жаңалықтарды асыға күтетін болды. Теңіздерге саяхатқа шықты. Енді ол ары қарай саяхатқа шыққанда тек қана жаңа жерді ашып қана қойған жоқ, сол теңізде болатын неше түрлі қауіп-қатерлер болатын болды. Сол арқылы олар жаңағы ауа райында болатын өзгерістерді анықтау керек болатын болды. Жаңа аспан планеталарында қоршаған ортада қандай өзгерістер болады. Жаңағы аспан әлеміндегі жұлдыздарда міне осылардың барлығында болатын жағдайлардың барлығын білу керек. Бұл сол білу үшін ары қарай олардың жаңағы білімдерін кеңейту керек болды. Міне осы мақсатта жаңағы көптеген адамдар өздерінің білімдерін ортаға салды. Енді бүгінгі тақырыпта біздер айтамыз Николай Коперник, жаңағы Польшаның ғалымы, Галилео Галилей, Джордано Бруно, міне ең алғашқы мына дін басыларының мынандай теориясы болды. Олар айтады, жер қозғалмайды дейді балдар. Мына Құдай адамдарды және жерді жаратты дейді. Міне сол жер қозғалмайды. Ал Николай Коперник бұл жер қозғалады деді. Жер қозғалмайды деген дін басыларының пікірін ол жоққа шығарды. Міне сонда Коперниктің кәдімгі бүкіл әлемдің жаңағы ғылымға қосқан үлесі осы. Осы үшінде ол аспан жаңағы денелерінің әсері, сол туралы еңбектерін жазды. Ол еңбекті ол кәдімгі өлең деп жатырған кезде соңғы сағаттарында оның достары әкеліп, сол жазған еңбегі жарыққа шыққандығы туралы әкеліп хабардар етті. Енді осы дінбасылары неге оған қарсы шықты? Себебі дінбасыларына ол жаңағы маңызды қарапайым адамдар, олар ештеңе білмеу керек. Олар сол қарапайым адамдардың білімсіздігін пайдаланып, олардың есту керек, қанның үстіне ары қарай қанай беру керек. Солар арқылы шіркеудің жаңағы билігін, үстемдігін жалғастыру керек. Сол үшін білімнің, ғылымның дамуы оларға керек емес болды. Міне осы жағдайда Николай Коперниктің жаңағы бүгінгі таңда да ол тек қана жаңалықты ашып қана қойған жоқ, бүкіл жаратылыстану ғылымы үшін қосқан үлесі зор болды. Енді қанша жерден оларды жаңағы айтқан теорияларын жоққа шығарып, оларды қудалап, оларға неше түрлі жаңағы зорлықтың түрін көрсетіп жатса да,
оны көптеген адамдар оның ілімін ары қарай жалғастырды. Міне сондай адамдардың біреуі жаңағы Джордано Бруно болды, Галилео Галилей болды. Мысалы, жаңағы Галилео Галилейдің өзін отқа өртеп жіберген жағдайда да олар ешқандай да қиналған жоқ. Міне кімдер Джордано Брунода қаншама қиындықтар болды, бірақ олар осы ілімнен естіген жоқ, бас тартқан жоқ. Енді бұл аталған адамдар Николай Коперниктен кейін өздерінің жаңалықтарын ары қарай жалғастырды. Телескоп туралы жаңағы Галилео Галилей жаңағы телескоп ол тек қана мына жерде жер ғана емес, жерден басқа планеталарда да тіршілік бар екенін білді. Телескоп арқылы жаңағы Голландияда шыққан дүрбі бинокль деген бар, ол білесіз ғой, иә, балдар. Міне сол жаңағы дүрбі арқылы тек қана мына жер бетіндегі нәрсе емес, аспандағы айды да көруді ары қарай жалғастырды. Осы арқылы ол 3 метр шақырым жердегі және 32 шақырым жердегі алыс жердегі нәрселерді көре алатын болды. Сол телескоп арқылы өзін жасаған айдағы өзгерістер, о жерлерде де жаңағы кейбір адамдар айтқандай хрусталь сияқты ай теп-тегіс жылтыраған деген емес, сол олардың да кедір-бұдыр жер сияқты әртүрлі үстерінде бір белгілер бар екенін дәлелдеп шықты. Енді бір сөзбен айтқанда бұлдар, енді ары қарай өздеріңіз тапсырма береміз сіздерге, ары қарай жалғастырамыз, өзіндік жұмыс жасаймыз. Міне Николай Коперниктің жасаған ғылымдағы жаңалығы маңызды болды ма? Оны жалғастырушылар кімдер болды? Бүгінгі таңдағы осы Коперниктің, Галилео Галилейдің, Джордано Бруноның ашқан жаңалықтары бүгінгі таңда қандай құнды деп біз есептейміз. Міне осы туралы. Енді кітаптарында аша қойыңдар. Осы кітаптардың ішінде түр туралы әдіс деген әдіс бойынша осы маңызды 3 нәрсені қарап қойыңдар. Маңызды 3 нәрсе. Бірінші Николай Коперник туралы, соның ішінде әрбір оқушы үшін, мысалы, мен үшін маңызды не нәрсе, соны көрсете аласыздар. Екінші, бірінші топ сіздер Николай Коперник, екінші Джордано Бруно, үшінші Галилео Галилей туралы. Жақсы. Кім дайын? Сосын маған айта алыңыздар. Бәрімізді жазылған сол. Мәтінді қолданып, осы аталған ғылым саласына үлес қосқан адамдардың еңбектерінің маңыздылығын көрсету үшін маңызды нәрселерді тұтынамыз. Қандай маңызды нәрселер бар екен? Тездете қойын. Маңызды 3 нәрсе. Біріншісі, екінші, үшінші деп айта аламыз. Жақсы, көрді.
қандай? Тағы да жазғандарыңызды айта қойып, қалғандарыңыз қосамыз. Санжар? Коперник Николай Иванович ол 1520 жылы жер және басқа планеталар күнді айналып жүреді деген сөзбен дәлелдеді. Дұрыс айтады, бір маңыздысы. Келесі, бір-біріміздің қайталамаймыз. Келесі. Және айтамын. Николай Коперник 1507 жылы жер және басқа планеталар күнді айналып жүреді деген тұжырымын ғылыми жолмен дәлелдеді. Ғылыми жолмен дәлелдеді. Жақсы. Келесі, енді бір үшіншісі қалып бізде. Кім айтады? Үшіншісін. Николай Коперник өзінің ашқан жаңалықтарын ұзақ уақыт жариялай алмады. Дұрыс айтады, ұзақ уақыт жариялай алмады. Жариялай алмауына не себеп болды? Не себеп болды? Бәрімізге сұрақ болды. Барлық оқушыға түгел сұрақ. Не себепті жариялай алмады? Жарияламауына бір адамдар себепкер болды ма? Қарсы болды ма бұл? Видео. Қайсыңыз айтамыз? Джордан Бруно на Москве мектебінде Джордан Бруно өзінің кітаптарын жаза бастап, студенттерді оқыта бастады. Студенттерді оқыта бастады. Дұрыс айтады. Тағы да айтылмағандай айта қойыңыз. Тағы айта қойыңыз. Дұрыс айтады, ол тіршіліктің тек қана жерде емес, басқа планеталарда, аспандағы планетаның бәрінде де айда да бар екенін істеді, көрсетті, тәжірибеде дәлелдеп шығарды. Дұрыс айтады. Тағы да айта қойыңыз. Оптикалық түтік телескоппен ең алғаш аспанға көз салған адам әйгілі итальян альпинисті болып саналады. Ол адам Галилео. Галилео өзі тарихында екі телескопты құрастырған. Дұрыс айтады, екі телескоп. Қанша шақырымдық жерде көрсететін телескоптар? Қанша шақырымдық жерде? 3 және дұрыс айтады. 3 және 32 есе. Отырамын. Тағы да. Енді? Бұл 93 жылғы күзде ол алғаш рет телескопын аяға бағыттап оның тегіс жөністігін, яғни таулары мен ауларлары айдың көмір сөйтіп ай сол замандағы кейбіреудің ұйғарымындай теп-тегіс кристалл шар емес, ол да жерге ұқсас дүние болып шықты. Жақсы, өте жақсы отырамын. Жақсы. Болды ма? Мына топта бәрі де айтылды. Жақсы болды. Енді Коперниктің, Джордано Бруноның, Галилео Галилейдің жаңағы мәтін бойынша маңызды ашқан жаңалықтардың ішіндегі 3 маңызды нәрсені көрсеттіңіздер. Енді бұл түсінікті болды. Енді тағы да бір тапсырма сіздерге. Енді тапсырма мына кітапта шабыңыздар болған. Оқулықтағы тапсырма 143-ші бетте. Ғылыми көзқарасы үшін отқа өртенген ғалым. Мына жерде тест сұрақ бар. 3 тесті. Тездетіп тестіні. Тездетеміз. Дайын оқушы сол беттерге айтамыз. Бірден тестілерді оқып, іштеріңе
var. Birinchi surat. G'ilmiy ko'zqarasi uchun o'qqa o'tirgan olim. Dalilimiz var mı? Ko'rsatamiz. Matnni qo'ldan aytamiz. Ikki turli aytyapsizlar. Birovi o'tganda Galileo Galilei deydi, birovi Giordano Bruno deydi. Durust ba? Tezletamiz. Tez. Aytaman. G'ilmiy ko'zqarashi uchun o'qqa o'rtagan olim Giordano Bruno Bruno 8 yilda uni Bresия azalda qo'rqitdi. Bresия o'z fikrini qaytaga ko'ndirmoq bo'ldi. Biroq uni qo'rqitib ko'ndirib жазасы sudda mumkin emas edi. Oxiri Bruno qon tegirmайтын o'lim жазасini kesdi. Bu turdagi o'qqa o'rteu bo'ladi. Durust aytadi. Rimda deydi orada bir eskirtkishlar o'ta ko'p deydi. Biroq bir eskirtkish bor. Tunda o yerga жарық түсірілмейді. Ол жерге туристер барған кезде ол жерге маңайлап тұрады. Бірақ айналасын көптеген үйлер қоршаған жерде. Міне бұл Giordano Brunoның өзінің көзқарасынан бас тартпаған үшін дінбасылар сол кезде не істеген? Өртеген. Міне бірінші сұрақтарыңыз бойынша жауабы Giordano Bruno. Келесі. Диана. Дұрыс айтады. Өте жақсы. Айтамын. Тұлғаларға қатыстысын сәйкестендірілді. Николай Коперник аспан денелерінің айналысы туралы еңбек жазды. Giordano Bruno жас кезінде монастырь мектебінде оқыды. Галилео Галилей 1633 жылы діншіліктер оны соттады. Дұрыс айтады. Міне екінші несі бойынша, сұрақтар бойынша жақсы жауап беріп болды. Енді келесі үшінші тапсырманы қараңыздар. Төмендегілердің ғылыми көзқарастардағы ерекшеліктерінің ұқсастықтарын айтыңыздар дейді. Жаңа айтқан ғұламалар Коперник, Бруно, Галилей. Енді осылардың үшеуінің ұқсастықтары неде? Ерекшеліктері неде? Тездетіп соны көрсетіп. Аталған үш ғұламаның сол кезеңде еңбектері. Бұлардың қандай ұқсастықтары бар? Сол кезде ашқан жаңалықтарының қандай ерекшеліктері бар? Біріне бірі ұқсамайтын айырмашылықтар. Бұл жерде ұқсастықтарын айту үшін ашқан жаңалықтары не болды? Бруно не болды? Коперник не туралы айтты? Галилей не туралы айтты? Мүмкін бір-біріне ұқсас шығады. Айтқан жаңалықтар. Тездетеміз болды. Бәрімізді қосқанымыз сабаққа. Еңбек жазылымыз.
астрономия саласын зерттейтін ұқсастықтар, барлығы да жердің несі туралы айтты? Жердің қозғалатындығы туралы айтты, аспан денелерінің де қозғалатындығы туралы айтты. Барлығында да тіршілік бар туралы айтты. Келесі, енді ерекшеліктері. Телескоп, тағы бағыт беріп атым сендер. Ал тездеп айтатын. Қайтерін күтпейді ме? Тезді ме? Айтам, қайтерін күтпейді болды? Коперник ұзағы жылғы еңбегі аспан денелерінің айналасын туралы кітабының бір данасы ғана тек 1500 жылы қайтыс болады. Жарияланды. Сонда аспан денелерінің қозғалысы туралы оның ерекшелігі. Келесі, екінші, бұрыны. Бұрынның ерекшелігі не болды? Денелер балуға, жауапқарлар, жерді айналады, Күнде барлықта да планеталардың барлығында не істеді? Қозғалысқа болады деп. Дұрыс еді. Галилей? Дұрыс еді, телескопты. Сонда қарап отырсақ болды. Барлығында ұқсастықтары бар, әр ғұламаның өзінің ғылымға сіңірген еңбегі өзіндік ерекшелігі бар. Жақсы. Енді тақырыпты қорытындаймыз. Бүгінгі сабақта бізге не қызық болды? Не білдіңіз? Тез қолды ғалымды. Санжар? Галилейдің телескоп алғаш ашқан. Және барлық ғылымды қалай жұмыс істеуді. Қиындық туғызған нәрсе бар ма? Тағы да қоса қойып. Маған ерекше болғаны ол үш ғалымның үш пікірлері қызықты болды. Қызықты болды, да? Тағы да білгіміз келетін нәрсе бар ма? Алдағы уақытта не білгіміз келеді? Дұрыс айтады, атақты еңбектер бар, өте жақсы сонда құндыздар. Сонда енді бүгінгі тақырыпты біз аяқтаймыз. Бүгінгі тақырыпта біз сол кездегі ғұламалардың, дінбасыларына тірілген олардың отқа өтеп жүрсе де ешқандай қиындыққа қарамастан жаңағы сол кездегі өздерінің теорияларын тұжырымдап, соны дәлелдеп айтқандарының қайтпағанның арқасында бүгінгі таңда 21 ғасырда біз жаратылыстану ғылымында олардың барлығында ашқан жаңалықтары бізге ғылымға плюс болып қосылды. Бүгінгі таңда біз соны істеп отырмыз. Жақсы, тақырып түсінікті ме болды? Бәріміз де түсінікті. Жақсы, сабаққа қатыстан өте жақсы. Үйге тапсырма 30-шы параграфты алыңыз, 140-шы бетте. Енді тапсырма. Осы Николай Коперник, Галилей, Джордано Бруно туралы осылардың ілімдері жайлы реферат жазып келеміз. Жақсы, сау аяқталды, сау болыңыздар.